Қалайсыздар достар? Мұхит Амантаевты таныстырып жатудың өзі артық шығар, әсіресе бокс жанкүйерлері жақсы білет бір кездері әуесқойлар арасында жұдырықтасты, одан кейін кәсіпқойлар қатарында да өнер көрсетті. Ал қазір дәл осы спорт түрінен балаларды жаттықтырады, жай жаттықтырып қоймай ерекше әдістемесімен танымал болып үлгерді. Оған әлеуметтік желіде кеңінен тарап жатқан видеолары дәлел. Қысқасы мен қазір соның залына барып, жаттығудың барысын көріп, өзімен жеке танысып, көкейде жүрген біраз сұрақтар бар, соны қойып, жауабын алып, барлығын сіздің назарларыңызға ұсынғым келеді. Ендеше уақыттарыңызды алмай бастайық. Сонымен, негізгі жаттығу залына да келдік. Осындай шағын аяқ киім тұратын сөрелерден басталады. Міндетті түрде қалдыру керек аяқ киімді, өйткені бәрімізге белгілі, кейіпкеріміз өз қолымен жуады, тазалайды, оған ерекше мән береді. Ал бұл жаттығу залы, мінекей, балалар дайындықты бастады. Және Мұхит Амантаев. Ассалаумағалейкум. Так, гантельмен. Так, балам, 3 килограмм, 3 килограмм, 3 килограмм, 3 килограммнан ек қолға, жылдам. Қолын көтер, былай саландап жүрген болмайды. Икқа қойма, нерде ұстамыны? Не үшін нерде ұстатып қойдым оны? Дайындықтың басынан ұрсып жатсыз балаларға. Әлде жалпы өзі осындай ма табиғатыңыз? Күнделікті ғой, жоқ табиғат емес еді. Жұмыс барысында басын сипалау болмайды ғой, спорт, бокс болғаннан кейін бұл тәртіп болу керек. Сәл еркелетіп қойсаң, сәл күліп қойсаң, кейбір кезде шошан ете қалады. Қолдарын түсіріп жүгіріп жаңы, күліп атыр емі. Оларға күліге болмайды. Сіздің әдістемеңіз сонда не ма? Қатал сол керек па баланы? Ондай емес пе? Қатал емес ол. Қатал емес, енді әр жұмысқа тәртіп керек, қаталдық керек кейбір кезде. Тәртіп керек, Біріншісі айтайын деп отқан, ұрсатын кез болады, баланы басынан сипалайтын уақыт болады, баланы құшағына алатын уақыт болады. Енді әр қалай ғой, бірақ көбінесе қаталдауым, иә. Жақсы. Жаңа кіреберісте тазалықты айтып жатырмын, өйткені әлеуметтік желіден көріп жүрміз, және жаңада өзім түсірілім алдында көрдім. Қолыңызға шүберек ұстап жүрсіз, шелек ұстап, бәрін тазалап жуып жатсыз. Тазалық ол енді бірінші сатыда ғой. Тазалық деген ол таза болу керек. Тазалық болған жерде береке болады. Өзім бала кезімнен әкем, анам өте таза адамдар болған. Содан кейін өзім де тазалықты өте жақсы көремін. Сосын балалар таза жерде жаттығу жасап, мынау жағы өздеріңіз де байқап отқан шығарсыздар. Әр жуған сайын жағы камераға түсіре беремін да. Оны түсіре бергеннен не үшін түсіремін? Бір еріккеннен түсірмеймін. Осы балалар көрсін. Қазір енді бәрі әлеуметтік жағы Instagram бар, TikToктар, бәрі сол арқылы тәрбие алып отыр ғой. Көрсін. Сосын өзім балаларым көрсін. Мұхит ағай міне қанша бұларға айтамын мысалға, бұлар келеді кір аяқ киіммен кіріп кетеді. Енді өздеріңіз байқағаныңыздар үлкен зал, Аллаға шүкір 350 квадрат. Бұны күніге жуып, күніге тазалаймын өзім. Өз қолыңызбен? Әрине, жаңа көрдіңіздер ғой. Ол Нұрсұлтан деген, Асқар деген көмекшілерім бар. Үшеуміз үш жақтан тазалаймыз. Бұлардың да мысалға жаңа артынан өсіп келе бапкерлер, бұлар жас бапкерлер. Артымыздағы өсіп келе ұрпағымызға, інілерімізге дұрыс жол көрсетіп, соған сабақ көрсетіп отсақ, бұлар да ертең солай өседі ғой. Артынан келіп отқан өздерінің жағы інілері бар, бауырлары бар, жұмысшылары болады. Олар да сондай тазалыққа, тәртіпке үйретеді. Дәретхана қай жерде? Хит болған. Осының ішінде ме ол? Қай жерде? Жүріңіз бар, барсақ болды. Оны сонша танылатынын білдіңіз бе? Видеоның солай тарайтынын былай сездіңіз бе? Жоқ, ол күнделікті жасалынып отқан жұмыс. Соны балалар өзімнің балаларым көрсін дегенім осы. Налар көрсін, тазалық, тәртіп. Әйтпесе олар қалай болса солай, қаншама тазалайсың, жинайсың, сыйламайды мысалға, қадірлемейді. Киім ауыстыратын бөлмелер ғой, киім ауыстыратын бөлме, аха. Мінекей, мына жақта да енді тазалық керемет. Осы жер міне. Осыны сендердің ағайларың өз қолымен, Нұрсұлтан ағайларың бар, Асқар ағайларың бар, мен, Мұхит ағайларың өз қолымен жуам, тап-таза болсын деп. Сендер таза жүрген, никогда неге аяғын отырмын, мен бұлай отырамын. Сендер дәретке отырасыңдар да, қисық-писық,
жерді сыдық қыласыңдар, амансыз іштерден кетіп қаласыңдар. Енді бір керемет, бір ойбай, бір тазамыз деп айта алмаймыз енді. Енді қаншалықты қолдан келгенше таза ұстауға тырысамыз. Келген оқушыларымыз, келген балалар болсын, үлкенді кішісі болсын, таза жерде жаттығу жасап, таза жерде жүрсін деген ой ғой енді. Жақсы. Зал 350 шаршы метр деп айттыңыз. Бұл өзіңіздің жеке залыңыз ба? Жоқ, жеке зал емес. Мен жай қарапайым бапкермін ғой. Қазақ боксинг атауы сіздің залыңыз ба бұл? Қазақ ММА боксинг ол менің атауым, ол менің франшиза, менікі. Бұл жерде Қазақ ММА боксинг деген бұның мағынасы сөзі. Қазақ ММА Мұхит Амантаевтың бокс залы деген мағынаны білдіреді. Ол біріншіден, екіншіден қазақи бәрі. Қазақ бокс, қазақи тіл, қазақи салт дәстүр, неғұрлым қазақидің бәрі деген сөзді мағынаны білдіреді ғой. Жәнібек те өзінің не дейді? Қазақ стиль деген лақап аты бар ғой. Иә. Ешқандай байланыс жоқ ортада? Жоқ. Енді Жәнібек ол бауырымыз, енді ініміз болып келеді ғой. Егер де менің Жұмыс шығып залға барайық. Егер де мен жағы так, гантель қоямыз, дальше ары қарай жүгіреміз гантельсіз. Бәрін орнына жақсылап қоямыз. Қалай тұрды солай, жылдам. Мінекей, мынандай қылып жинап жатыр. Бәрі орнымен. Жылдам, балалар, жылдам. Мінекей, балалардың бәрі тәртіп қатаң расымен де. Так, Арда, жүгіріп жүреміз де, разминка, оң жақ, сол жақ, даусыңды шығарып, жалғастыра бер. Зал туралы әңгіме бастадық қой. Мына жерде өзіңіздің мынау кәсіпқой бокста кигеніңіз ғой, Кәсіпқой бокста бірақ жекпе-жек өткізгенмен көп. 2018-де. 2018-де, аха. Сосын әуесқой бокстағы негізде бар, жоқ па әлде бұл жерде? Әуесқой бокста мен 16 жыл бокстасқам. Әуесқой бокста 2 олимпиада циклына дайындалған жігіттердің қатарында болғанмын. 16 жылдың кіші кадеттерден бастап ересектерге дейін 13-14 жыл құрама сатында жүргенмін. 400-ден астам әуесқой бокста жекпе-жек өткізгенбіз, Аллаға шүкір. Сондай кішігірім оны көбі біледі, көбі білмейді. Бос, спокойно, қынша асықпады. Оп, бам! Акцент оң қолға, түсінікті ғой. Бам! Кәсіпқой бокста бір жекпе-жек өткіздіңіз, қарсыласыңыз өзбек болды. Жеңдіңіз онда, айқын басымдықпен, енді менің білуімше. Ресейде болған, Санкт-Петербург қаласында. Өзім бір мақсатым, арманым болды, бір кәсіби бокс бір көрейінші деген бір жағы. Не майкасыз шығу, перчаткалар жұқа болады ғой, соны бір көрейінші деп. Неге тоқтап қалдыңыз одан кейін? Өйткені демеушілер болмады, көбісі мені жағы. Енді бізде Қазақстанда кәсіби бокс дамымаған ғой, былайша айтқанда. Дамымаған, әр жекпе-жекке, мысалға сол жекпе-жекке маған 2 миллион ақшам кетті. 2 миллион ақшаны маған өзіме бір өгезе таксистпін, түнде таксист, күндіз жағы бапкермін. Сонда жағы енді квартира снимать етеміз, өгезе 2 миллион деген ақша деген кезде аузым ашылып, сонда анда барам, мында барам, жағы ағалар бар. Бір кісі, бір ағамыз бар, Азамат деген, алтындай ағам. Сол Азамат ағамызға әрдайым бас ием. Сол ағам қолдау көрсетіп, сонда 2,5 миллион ақша бере салған маған 2018 жылы. Ештеңке маған артқа қарай ештеңке сұраған жоқ. Мұхит, сенің бұл мақсатың, арманың бір кәсіби боксқа шыққың келіп жүр ғой сен балам деп. Сол 6 жыл араға шықтық, боксты қойғанмен артық жыл 2012 мен 2018, 6 жылдан кейін қайттан ринг төріне сол Санкт-Петербург, Ресейге барып, сол ағам қолдауының арқасында жеңіске жетіп, бір мақсатымыз бір іске асырып келгенбіз сонда. Одан пайда болды ма материалдық? Ешқандай пайда болған жоқ, шығыс болды, айтып отырмын ғой, 2,5 миллион. 2 миллион маған жағы шыққаныма, өзбекке төлегеніне, жағы медицинский нелерімді обследование өткеніміз бар, кәсіби боксқа жағы лицензия дейді, оған ақша төлейсің. Дайындық бар. Иә, дайындық бар, соның 500 мың теңге жағы тамақ ішкеніміз бар, сол 2 миллион аяға, соның 2,5 миллион кетті ғой. Ал бізде 2018-де енді бір қалыптасып отқан кез еді ғой, кәсіпқой бокстың. Бәрі табылмады ма, промоутерлер, ешкім қызығушылық танытпады, ұсыныстар болмады. Мен айтайын, қазіргі уақытта бір керемет бір дамып жатыр деп айта алмаймын қазір. Кәсіби бокс бір мықты бір деңгейде ондай өсіп жатқан жоқ. Мен қазіргі боксшыларға айтарым, мықты боксшылар көп қой бізде. Бәрі осы негізі профессиональный кәсіби бокстың отаны, меккасы Америка ғой. Нағыз мықтылар сол жақта. Сол жастар егер мықты болып отыр ма, виза алып, неғұрлым жағы тырысып виза алуға Америкаға сонда бақтарын сынаған дұрыс деп ойлаймын өзім. Қазақстанда өткен жүрсе жүріп қалады.
кәсіпқой бокс туралы айттық қой. Даниярды салып қойыпсыз сол қапталға. Иә, Данияр енді біздің әуесқой бокстың жарқын жұлдызы ғой бұл. Өзіміздің ініміз болып келеді. Әрине мен өзім қатты сыйлаймын, құрметтеймін Даниярды. Өйткені әуесқой боксында әрдайым жекпе-жегін өзім сүйсініп қарайтын. Енді оны бір соттасты, промоутерлермен бір уақытын жоғалтып алған сияқты, енді олимпиада чемпионы статусымен. О жағын ештеңке айта алмаймын. Мен бір нәрсе айтатым, Даниярға тағы бір олимпиада көру керек еді. Тағы бір олимпиада көріп, екінші олимпиада бізде Қазақта 2 олимпиада чемпионы жоқ қой. Мен ойымша 2 олимпиада чемпионы болып келетін еді. Сосын асықпай уже 2 дүркін олимпиада чемпионы болып, жаңағы профессиональный боксқа уже ауысуға болатын еді деген ойдамын. Жәнібектің аяқ алыс туралы әңгімені бастадыңыз, аяқтаған жоқсыз. Жәнібекті де білемін, біз құрама сатында жүрген кезде айтып отырмын, олардың жастары бізден кіші ғой. Біз ересектер арасында жүрген кезде олар кейін жастардан ересекке ауысып, жаңадан ауысып отқан кезде сондай бір мықты бала кезінен ол да жағы техникасы, бокс техникасы бір ерекше, сондай бір келе салды. Ересектер арасында Қазақстан чемпионы болды, Азияға барды, Азия чемпионы алды, Мирді барды, Мирді чемпионы алды, әлем чемпионы болды. Сөйтіп барды да Олимпиадаға лицензия алып, Олимпиада, осы жігіт чемпион бола ма деп, енді берді де сәл-сәл бағы жанбай ұтылып қалды. Но еще қазір зато профессиональный бокста әлем чемпионы қазақтың туын көтеріп жүр. Кәсіпқой бокс туралы әңгіме айтып отырмыз. Қамтып кетейік барлығын. Бейбіт Шүменовке қатысты жағдай, соңғы естідіңіз, білесіз, оны өте жақсы білетін шығарсыз. Пікіріңіз, әрекеті дұрыс па, бұрыс па, жалпы не айтар едіңіз ол жағдай туралы? Енді ол жағдай туралы енді мен ешқандай жақтамаймын, ол тірлік ісің. Енді қаншама дегенмен Бейбіт ағамыз бокстың былайша айтқанда майын суын ішкен адам, әлем чемпионы болған, әуесқой болсын, кәсіби болсын, әбден бокстың былай өз шеберлігіне дейін апарған жігіттердің бірі ғой. Берден кішкентай балаға соққысы байқамай тиіп кетсе мерт болып кетуі мүмкін ғой. Мерт болмаған күнде де Құдай сақтасын, ертең күні өмір бақи калека болып, инвалид болып қалса да, ол да біреудің баласы ғой. Сондықтан енді ол жағы сәл-сәл Бейбіт ағамыз енді дұрыс емес. Алла амандық берсе енді бәрі дұрыс болсын, бәрі шешіліп, заңды түрде бәрі дұрыс болады деген ойдамыз енді. Өзіңіз осы залдағы енді қабілеттеріңізді көшеде қолданған кездер болды ма? Ешқашан. Мен ұрған қайта. Солай ма? Иә, талай. Мен былай айтайын, мен балаларым солай үйретем. Менің балаларым бокс ашып жүрген, жарысқа қатысқаны бар, қатыспайтыны бар, өздері үшін қатысатыны бар. Бәріне айтам, кім қолын көшеде, мектепте, далада көрсететін болса, сол сәтте бұл залға есік жабық. Ешқашан залға кірмейді. Өйткені мен өзім ешқашан адамға қол көтерген емеспін. Ешқашан. Бала кезде болған, майда шүйде жақ, кішкене 10 жасар, 11 жас, өзім нақты былай, уже күш қуатымды сезініп, мықты екенімді білгелі бері, мысалға 18-19 жастан былай қарай, ешқашан ешкімге қол көтермеген. Бір 3-4 сәт болған, өзімді ұрып жерген. Сонда сабыр сақтап, үндемей кете салғам. Сондай сәттер, сондықтан қазіргі бейбітшілік тыныш заманда қол көтерудің қажеті жоқ. Қол көтеретін бір өз уақыты келеді. Спорт жағынан болса, қол көтеретін ол рингте, залда, спорт залдың ішінде болды, тек қана осы жерде. Бұл өте маңызды. Әсіресе осы боксшылардың қолы кәдімгі суық қару ғой негізі. Және нүктелерді білесіз, қалай ұйықтату керек деген сияқты, қалдыру керек. Жақсы, түсінікті, рахмет пікіріңізге. Одан кейін сұрақ өте көп негізі. Жаңа балалар хабарласып жатыр, ағай кешіксем бола ма? Кешіксем қалай болады, 1-2 минут, осындай бір жағдай болып қалды, сіз айттыңыз, кешіксен келме залға. Одан да ары қарай жүре бер өз шаруаңмен деп. Осы туралы айтып беріңізші, кешуге болмай ма сіз? Болмайды кешуге. Мысалға мен тәртіп деген ол ең бастысы ғой, тазалық жайлы айттық қой. Тазалық пен тәртіп қой. Тәртіп деген сөзіміз адам ең жек көретін нәрселерге, тәртіпке соған басынды июғы. Мысалға жаттығу жасауға жалқауланамыз. Оны тәртіпке бас иіп жаттығу жасау керек. Тәртіпті уақытылы кеп жаттығуын жасасан, ол өзінің бір былайша айтқанда плюсын береді. Соның арқасында сенің пайдасын аласың. Денең күш қуатын жақсарады, денең әдемі болады. Сондықтан мысалы жаттығуға кешіп келе ма, кешіп келген балалар 5 минутқа кешікті ма кіргізем. Бірақ 10 минутқа, 15 минутқа кешіге ма, уже автоматически үйлеріне қайта беріңдер деймін. Ана Өзбекстан ұлттық құрамасының видеосын көрген шығарсыз, Бахадыр Жалолов кешіп келгенде бас бапкер отжимание жасатып қояды ғой.
Олимпийский чемпион. Hayır dursan da seni atletine kılıp aytıyordum boya. Көрдіңіз ба? Көрдім, мен былай айтайын. Енді мен Өзбекстанды айтпаймын, мен Қазақстанды айтайын. Бізде ондай нәрселерді айтып отырмын ғой. Олар көрдіңіздер ма? Өзбекстанда қазіргі уақытта жастармен қалай жұмыс жасау керек екенін түсінді. Бәрі телефон арқылы бәрі тәрбие тәлім алады. Олар көп, былайша айтқанда, насихаттайды, пропагандировать етеді. Сол жастармен тәртіп болу керек. Үлкендей түсіп, мысалға өзбекте жағы үлкені болсын, кішісі болсын, бір жас үлкен болса, ака деп өліп қалады мысалға. Не деген сыйластық? Соны айтайын деп жатқан, бізде де менің мақсатым енді қолдан келгенше бірінші спортты насихаттау, боксты насихаттау и дұрыс былайша айтқанда бір өмірлік жолды бір айтып көрсетіп жүрді. Оны адам өзі құлақ ала ма, құлақ алмай оны өз еркісі. Екпен, денемен бокстасу керек. Денемен. Былай жасасаң ба? Ең кішісі нешеде балаларыңыз? Ең кішісі бізде 5 жастан басталады, бірақ 5 жастағы балаларға өзім қарамаймын. Үлкен жігіттер 10 жастан, 11 жастан жоғары балаларға ақыл есі бар, түсінігі мол жігіттерге өзім қарап, жаттығуды соларға жасатамын. Ең үлкені нешеде айналысып жүрген? Ең үлкен оқушым 64-те. Жоқ, мына балалардан қашан осы мұхиттың баласы чемпион болып жатыр деп қашан айтады? Ересектер арасында қашан қосады деймін ғой, жаңа әлеуеті бар балалар. Иә, Алла қаласа осының арасында қазір жүр. 2009, 2010, 2011, 2013 жылғы балаларым бар. Енді бәріне уақыт көрсетеді, Алла қаласа әр бапкердің арманы. Иә, сізде енді жемісін көретін уақыт қой. Олимпиада чемпионы, әлем чемпионын шығарсақ деген мақсат қой. Жақсы. Түбі Құдай қаласа ол күнге де жетерміз деп ойлаймын. Ана 2005-2006-та балаларым болған, осы бапкерлік жанамақсана. Бала деген өсіру деген оңай емес қой ол, әлде қайда қиын. Бала өсіп келеді, ертең күні оқуға түсіп кеттім, ағай жұмысқа кірдім деп кетіп қалады. Енді бәріне уақыт көрсет, 10 жыл, 20 жыл бір балаға кетеді. Иә, әрине. Бас аяғы қанша бала бар қазір дайындалып жүрген? Оны айтпаймын. Жақсы. Бағдар ағайлар. Спортпен айналысың. Әңгімен бәрін алғыр. Қандай тер, жақсы көңіл күй. Сіз гиперактивнейсіз, өзіңіз де білесіз ғой енді? Қалай? Өте белсенді. Аллаға шүкір. Ол не құпиясы? Күшті қайда аласыз? Құпия ешқандай құпия жоқ, ол бәрі Алладан. Менің әкем сондай. Алла тағала әйтеуір бір қаннан береді ғой. Әкем Аллаға шүкір, жасы қазір 60-ға келіп қалған кісі, бірақ Аллаға шүкір әлі де Тараздан Астанаға әрдайым былайша айтқанда бізде Шымкент пен Таразда машинамен келгенде барып келіп жүреді. Сонда әкеме айтамын, әкем айналайын жаным машин, тура осы сенің аузынан түскен екем деймін. Саған рахмет. Бірінші Аллам болса, екінші мінекей сенің арқаңда өйстіп қазір ойнап күліп шапқылап секіріп жүрміз деймін. Биді жақсы көресіз? Әрине. Билейсіз? Әрине. Бұл бокспен қатысы бар ма жоқ? Ана Махмұд соңғы бір сұхбатын көрдіңіз бе? Көрген жоқ. Ана Махмұд рингте билеймін дейді ме? Былай да биді жақсы көреді екен. Жоқ, жаңа бокспен, мына жердегі бимен бұрынғы бокстың байланысы бар ма деймін ғой? Әрине. Рингте билейтіндер бар ғой? Әрине бар. Бокста бұл өнер ғой бұл. Бұл жерде өзінің өнерінде бұл би деген не бұл? Баланың жағы жеңіл, жұмсақ болғандығы ғой. Соққылар келген кезде жағы би тәсілін қолдап айланып кетесіз. Бар нәрсе. Мен жалпы би жайлы былай айтайыншы, мен өзім көп боксшылар билегенді жақсы көреді. Данияр жайлы айтып отырсыз ғой. Данияр да өте бір сондай мягкий, гибкий жігіт қой, билегенді өте қатты ұнатады ол да. Бұрында көп билейтін, қазір білмеймін, билей ма. Мен жалпы айтайын деп отырғаным, не істесем де, не қылсам да, пол жуып атсам да, сыпырып атсам да, әйтеуір көңіл күймен билеп жүріп жасауға тырысам. Сондықтан көңіл күйді көтереді ғой адам. Жақсы. Өзбекстан боксшылары туралы бастадық, тағы бір екі сұрақ қойайын. Өзбек
бокс мен қазақ боксын көп салыстырады. Әсіресе лас деген сындар айтты осы әлем чемпионатынан кейін. Сіз енді өзіңіз жұдырықтасып та көрдіңіз. Жалпы пікіріңіз қандай? Біздің қазақ боксы әлдеқайда әдемі, әлдеқайда таза. Біздің бокс мектебі әлемде именно любительский әуесқой бокста екі-ақ мемлекет әдемі ойнайды. Бұл қазақ боксы және Куба боксы. Келсем. Өзбек боксшылары көбінесе ластығымен алады. Мысалға баспен сұғып жүреді, қабақ жыртып жүреді, шынтақпен жүреді. Аяқты басатын олардың байқау. Аяқ басады, лақтырып жүреді. Оның бәрі керек емес дүние ғой. Шын мәнінде тазалықпен бокс жасатын болса, тазалық болсын, былай болсын, біздің қазақ боксы әлдеқайда 1-2 саты жоғары болған, жоғары болады. Жақсы пікіріңізге. Сіз және балаларыңызға солай үйретесіз ба? Таза бокс. Әрине, 100%. Керек емес пе андай әрекеттер? Керек емес. Жеңіліп жатса да, не болса? Жоқ, мен балаларыма таза боксты бокстасыз үйретемін. Төбелесіп атырма, төбелестім. Басымен сұғып атырма, тұғып атырма. Кейбір боксшылар сынып қалады ғой. Мен сынба деймін, тос деймін. Сұғып атқан жерінен тұмсығынан ұр деймін ғой, сол сияқты. Енді өзіміздің бокс, сіз 52-54-те ғой, Жоқ, мен 54 килограмм. 54-те? 54 алып тастады, кейін 57 қылды, 57-ге ауыстым. Сосын 57 мен 54-ні алып тастады, 56 қылды, 56 қылды. Мен өз салмағымда Қазақстанда әрдайым енді айтып жүрем. Көп адамдар айтады да, мен бір аспаннан салбырап түсіме деп. Мен өз салмағымда былайша айтқанда бірінші нөмірлік боксшы болған. Ұлттық құрамамен байланыс бар ма? Әрине, әрдайым Мырзағали Айтжанов ағайымыз. Ол кісілер енді біздің үлкен ағаларымыз ғой. Сол ағайларымыздың алдында өстік, Аллаға шүкір. Әрдайым ағайларымызбен хабарласып тұрамыз. Азия чемпионаты, әлем біріншілігі жеңіп атқан кезде қуанып, ол ағайларымызбен әрдайым енді бұл өмірде аяқ қолымызбен шапқылап жүріп өмір бақи сыйластық болып өтеді ғой. Осы қазір енді бокстың нәтижелері жақсы, тарихи жетістік болды. Көп нені кемшілікті ұмыттырып жүрді ғой. Бірақ енді мен бұрыннан бәрін бақылап жүреміз, жазып жүреміз. Үлкен провалдар да болды бізде Токио олимпиадасынан кейін. Әсіресе халықаралық жарыстарда есе жіберіп жатырдық қайта-қайта. Сол кезде бапкерді ауыстыру керек деген нелер болды, посттар. Сосын мен есімде бар, Бақтияр Серікбаев пен Бақтияр Артаевты қойып қойып, енді осы жігіттер неге келмейді деген сияқты бір сауалнама тастадық. Сол кезде астына мұхитты да ұлттық құрамаға шақыру керек деген пікірлер өте көп болды. Шын айтайын, бір 20-30 шақты болған шығар. Не дейсіз енді осыған қатысты? Енді бұл көпшіліктің осындай бір ниеті, тілегі ғой. Мен бас бапкерлікке енді білмеймін ғой. Бізде мынандай ұғым ғой, бізде Советский Союздың түсінігі ма білмеймін ғой. Жасы келсін дейді да, жасы келсін. Әлі ерте дейді. Мен ерте болғанда 20 жасар бала емеспіз ғой. Жасымыз 36-37 кетті мысалға. Мырзаға ағайдымыз өзі 2010 жылы бас құрама команданың бас бапкері болып тағайындаған. Мысалға 37 жасында ма, менде кезінде болған. Нағыз күш қуатты мықты кезінде. Мен бұны айтайын деп отқанда, көп нелерге мен оны әр сұхбатта айтып отырам. Көп Қазақстанда көп мекемелерде, көп дисуша бокс жағы клуб бар, солардың спорт департаменттері үлкен кісілер отыр да мысалға. Мен ойымша жастарды қою керек деп ойлаймын. Біріншіден жастарды қою керек, екіншіден ол ертең жасы келсін, уақыты келсін деп ол нағыз күш қуаты келіп, 50-ге келіп, 60-ға келіп отырмайды ғой. Жаңағы сұрағыңызға тікелей жауап берейін, егер де мені мысалға бас бапкерлік жағы көмекші ретінде сондай бір неге шақырып жатса, мен әрине қуана барам. Менде қазір өзім нағыз бір күш қуатын тасып, бұл күш қуатта бір мәңгі емес қой. Бұл да ертең кетеді. Сондықтан уақытылы пайдаланып, елімізге бір қызметіміз атқарып кету керекпіз ғой. Сіздің салмақтағы боксшылардың аяқ алысына көңіліңіз тола ма? Қазір қарап отқан шығарсыз, иә? Махмұт бар, Сәкен бар, Санжар бар ғой. Және үшеуін енді бір микс қылды ғой, қайсысы келеді, пікірталас көп болады. Сәкен енді 51 килограмм, кішкентай салмақ. Менің салмағымда жақын ғой, Махмұт жүр ғой. Махмұттың боксына. Иә, әрдайым сүйіспеншілікпен қараймын ол жігітке. Өзім қатты ұнайды бокс жасқаны, молодец. Негізі ол бала 2 дүркін әлем чемпионы болатын бала ғой. Ана әлем біріншілігінде негізі финалдық жекпе-жегін нақты көрген жоқпын, бірақ кейбір фрагменттерін қарап не қылсам, бір ұтқандай болып көрінді. Сол кезде екінші орын алып қалды ғой. Сол кезде әлем чемпионы, сол кезде болып, қазір 2 дүркін әлем чемпионы болатын еді. Сол жалпы осы жолы не қылды ғой, мойындатты ғой, әлем чемпионы болып кетті. Айтайын деп отқан өте қатты ұнайды бокс жасқаны. Өте қатты ұнайды. Кейбір кезде 2-ші номер, кейбір кезде 1-ші номер, бірақ көбінесе 1-ші номерде жүріп 2 стойкада 10 ақай, сол ақай. Бірақ бір несі бар да, бір кемшілігі,
көп соққы алып қояды кейбір кезде. Соны көп соққы алмаса екен деп өзім ініміз болғаннан кейін тілеп отырамыз. Түбі олимпиада чемпионы болады деген ойдамыз. Сіз үшін қазақстандық боксшылар кәсіпқой әуесқойды қосайық, топ 3 кім? Мен үшін қазір аха. Енді Жәнібек Әлімханұлы, Аслан Шынбергенов, Махмуд Сабырхан. Сол үшін. Басқалар ренжімесін дейсіз ғой? Жоқ, бәрін айта, үштік емес, мен үштік деп айтпайшы, бәрін мен ұнаған өзім боксшы. Ана 19 жасар жағы ініміз, бауырымыз 19 жасында әлем чемпионы болды ғой. Санжар Ташкенбай. Санжар Ташкенбайды жақсы көремін. Қандай өзім тойына шақырған, тойына бармадым. Соны айтайын деп отқам. Санжар Ташкенбай бар, Дулат бар, өзіміздің ана Тараздағы Бекбауов екінші орын алған. Бекбауов, Асланбек Шынбергенов, Таразда менің көз алдымда өскен балалар ғой олар. Тараздан осы жол шықты иә, жақсы нәтиже берді. Иә, Аллаға шүкір. Тараз енді артынан кейін бір үлкен пауза болып қалды. Енді былайша айтып жатқанда үлкен Совет одағынан Тараз боксы мықты ғой. Бірақ сіздің айтқаныңыздай Бақтияр ағамыздан кейін бір пауза болып қалды. Сондықтан Аллаға шүкір, мінекей қазір жалғастырып жатыр ғой жай-жай. Еркебұлан Шынәлиевке қатысты жағдай көрдіңіз, білесіз ғой өте жақсы мен. Әрине. Бала кезде бірге өстік қой. Оны енді білмейтіндерге айта кетейін, Нұрсейіт Жылқышыбайдың YouTube арнасында несін тапсырды, медальдар мұқтаж отбасыға 13 жылдан бері қысым көріп жатырмын, шеттетеді, жұмысқа алмайды деген сияқты бір уәж. Еркебұлан айтты ма сөйтіп? Еркебұлан айтып жатыр, 13 жылдан бері енді. Оның пікірі сондай болды. Сіз не айтасыз ол туралы? Мен өзім жыланғанды жек көремін. Енді өзім Еркебұлан маған өте жақын адам. Бірге былайша айтқанда бала кезден Пекин олимпиадасына, жастар арасында әлем чемпионатына бірге барғанбыз. Пекин олимпиадасына лицензия алған кезде қасында болғанбыз. Былайша айтқанда бала кезден бірге өскенбіз. Енді мен айтайын деп отқаным, енді бұл жерде қалай не болған білмеймін, оны Шымкентте жағы қаншама жыл жұмысқа алмай жатқанда оны да білмеймін. Мен бірақ нәрсе айтамын, жалпы жастар болсын, үлкені болсын, енді бұл өмірде жылаудың қажеті жоқ. Мысалға мынау көріп жатсыздар, мына медальдарым тұр ғой мен өзім жеке басым, мен медальімді ешқашан ешкімге бермеймін. Бұл бір бағаланбайды дейсіз ғой ешкімге ақшамен. Иә, өйткені бұл әр медаль бұл мен еңбегіммен алынған, табылған дүние. Мен әр медальді өзім тәртіппен, дисциплинамен, қаншама өзім денсаулығыммен, қаншама уақытыммен жоғалтып табылған дүние. Сондықтан сарымайдай сақтап, ол медальімді ертең күні бала шағам өседі, немерем бола ма, Алла соған жеткізсе, солар көріп жүреді, айтып жүреді. Сондықтан бұл медаль деген дүниені біреуге тапсырып қойып, біреуге атап қою жалпы өзіме ол бір көрікті дүние деп айта алмаймын мен. Өкінетін сәттеріңіз бар ма жалпы? Ешқандай. Әттеген-ай дейтін спортқа қатысты, боксқа қатысты. Ешкімге өкінбеймін, ешкімге ренжімеймін. Аллаға шүкір, ешкімге жыланбаймын. Өзім барға шүкір етемін, жоққа сабыр етеміз. Жұмысымызды жасап, алдыға қарай жүрміз. Біреулерді ренжісем кешірім сұраймын, бірақ қатты бір көшеде ұрмадыңыз, бірақ жоқ, ешкімді ұрған емеспін. Мен маған қол көтерген жігіттерге айтарым, сендерді кешірдім. Мына жерде енді өзіңіздің дипломдарыңыз, мынау не ғой, аккредитациялар, әртүрлі жарыстардағы. Мәке, мен ең қорыққаным мына жерде қамшы не істеп тұр? Қамшы? Енді бұл қамшы, енді бұл енді жаңа айтып жатырмын ғой, қазақи зал болғаннан кейін өзіміздің әкелеріміз қамшымен бізді тәрбиелеген ғой. Енді бұны біреуді бір ұру мақсат емес, жай ырымдап, кішкентай балалар болады, 10 жасар, 15 жасар, анда-санда шулап жатса, қамшымда қорқытып қоямын, қазір қамшымен сабайым деп, сонда бәрі тынышталып кішкене неғып қалады. Енді қазақтың салт дәстүрі болғаннан кейін тұрады бұл енді бізде. Мынау кәсіпқой бокста алған белдігіңіз ба сол? Бұл алтын белдік.
Бұл алтын белдікті 2009 жылы Чечня президенті Рамзан Кадыровтың өзі берген. Мәссаған, сондай ма? Сол Грозныйда, Чечняда ең үздік боксшы болған. 20 000 доллар сатқан 2009 жылы. Сөйтіп осына 5 килограмм алтын. Атанат біреулер көріп ұрлап алып кетіп жүрміз. Ойнамайдан. Сол кезде сияпат қылып сыйлыққа тартқан ғой сонда. Мына өзіңіз киіп шыққан шапаныңыз? Иә, жаңағы бір мәрте жаңағы профессиональный кәсіби бокстан шыққан. Бұл да жаңағы Азамат деген ағам, Анжела Галотта деген бір скандальный боксер бар, профессионал. Майк Тайсонмен шыққан, ютубтан көрсеңіздер көреді. Соның шортын Польшадан маған Азаматқа сыйлыққа тартқан, Азамат маған сыйлыққа тартты. Мына жерде енді Бекзат Саттарханов тұр, көретін Бақтияр Артаев бар, ана жерде Данияр бар, ана жерде Акула ше. Акула деген енді есім Мұхит қой. Есімі Мұхит дегенде Мұхит теңізі. Мен өзім жағы қазағыма боксинг эмблемамыздың өзі Акула тұрады ортада. Мен балаларға айтарым бұл жерде, ол Акула жай Акула емес. Егер де сендер Мұхит теңізі, мысалға жер 25% ғой, су әлемі 75%. Мысалға 3 есе үлкен жерден. Мен бұл жерде айтылайын деп отқан дүние, судың патшасы кім деймін ғой? Балаларға Акула дейді. Мен айтам, жай балық болсыңдар, сендер жай балық болып, Акулаға жем боласыңдар. Акула болған келе ма? Иә, Акула болсынан да жаттығу жасаңдар, шыдамдар, еңбек етіңдер деймін. Соған байланысты қылып, соң Акула болған ғой, Акула болып жүрек өмірде деп. Оң қолын денең сен оң аяққа отырды. Енді сен тұру керексің ғой. Енді сен әшін тұрмайсың, соқпен бірге тұрасың. Міне, тастау. Міне. Сонымен достар, бүгінге осы енді көкейде жүрген өзімнің де өзгелердің де сұрақтарын қойдым, өтініштер болып еді, ол пікірлерді де жеткіздім. Мұхит енді айтып жатыр, есік ашық, кез келген уақытта кел, таңғы 6-дан түнгі 11-ге дейін осы жердем деген сияқты. Алып қосарларыңыз болса, пікір қалдырыңыздар, жеткіземіз, алдағы уақытта тағы да мүмкіндіктер болады. Каналға жазылыңыздар, және тағы кімдерді көргілеріңіз келеді, кімдерден сұхбат жазу керек, кімдермен жақынырақ танысу керек, оны да жазыңыздар, ескереміз, және алдағы уақытта содан сәйкесінше нәтиже шығаруға тырысамыз. Ендеше соңына дейін көргендеріңізге рахмет, және келесі кездескенше сау болыңыздар.